Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз цикл блогы. Бүгінгі сабақта үйренетініміз циклді қолданып, роботтың қозғалысын ұйымдастыруды үйренеміз. Программалаушы компьютердің тілінде программа құрайтын әрі жазатын адам. Америкалық программалаушы Билл Гейтс әлемдегі ең танымал адамдардың бірі, кәсіпкер, қоғам қайраткері. Ол Microsoft Corporation компаниясының негізін қалаушылардың бірі. Компанияның Windows программалық өнімі бүкіл әлемде пайдаланылады. Бұл программалық өнім біздің елімізде де үлкен сұранысқа ие. Lego Mindstorm CV3 программасындағы роботқа арналған циклдік алгоритмдерді программалау жолдарымен танысайық. Компьютерде программалаудың өзіндік бір ерекшелігі бар. Кез келген программа тілі не программалау ортасында программа құру барысында қолданылатын сызықтық, тармақталған циклдік алгоритмдердің құрылымында айырмашылық болмайды. Айырмашылық тек командалардың жазылуы мен қолданылуында ғана болады. Бұл бір тілде программалауды меңгерген адамның басқа тілдерді жылдам меңгеруіне септігін тигізеді. Цикл блогы ішіне басқа командалық блоктарды орналастыруға болатын арнайы блок. Цикл блогы қызғылт сары түсті екінші тұрған командалар блогында орналасқан. Екінші суретте. Цикл блогының режимдері циклдің қашан аяқталатынын көрсетеді. Үшінші суретте. Енді соларға тоқталайық. Төртінші суретте цикл блогы бар программа берілген. Программада цикл блогы болмаса, роботтың дөңгелегі алға 2 рет, артқа 2 рет айналым жасап тоқтайды. Осы программаның цикл блогындағы режимдерін өзгертсек, қандай нәтиже алатынымызға тоқталайық. Циклдің жұмысы осы 4 режиммен шектелмейді. Циклді роботқа орнатылған датчиктерден алынған деректер бойынша да тоқтатуға болады. Енді тапсырмалар орындаймыз. Берілген программаның жұмысына талдау жасап, сұрақтарға жауап беріңдер. Тапсырмаларды орындаңдар. Бірінші, программада қандай цикл режимі қолданылған? Екінші, программа орындалғанда роботтың қозғалыс алгоритмі қандай болады? Үшінші, программада циклдің жұмысын уақыт және шектеусіз режимдеріне ауыстырсақ, роботтың қозғалысында қандай өзгеріс болады? Келесі тапсырма. Асқар еңбекқор бала. Ол үнемі үлкендерге көмектеседі. Асқардың Робби есімді роботы бар. Ол да Асқар сияқты еңбекқор болғысы келеді. Асқардың ең жақын достары ретінде Роббиға көмектесіңдер. 7-ші суретте Асқар атқарып жатқан жұмысты Робби толық орындауы үшін қандай программа ұсынар едіңдер? Программа құрған кезде қораптардың санына назар аударыңдар. Ойлан. Scratch пен Lego Mindstorm CV3 программасында қолданылған цикл блоктарын Venn диаграммасы бойынша салыстыр, бағала. Балалар, бүгін сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді мына смайликтермен белгілеп кетіңіздер. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.